Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айжан. Бүгін біз мясо по-французски жасайтын боламыз. Құрамы: фарш, картоп, пияз, сүт, қызылбұрыш, қарабұрыш, чеснок, майонез. Алдымен фаршымызды алып, сүт құйдым. Жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қарабұрыш, қызылбұрыш, чесногымызды салып араластырып аламыз. Ыдысымызға ең бірінші майонез жақтым. Және картопымызды осылай әдемі қылып тізіп шықтым. Кішкене арасы ашық болу керек. Картоп піспей қалуы мүмкін. Үстіне майонез жағамыз. Фаршымызды осылай әдемі қылып жайып шығамыз. Каналыма лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Майонезімізді жағып шығамыз. Осылай рет-ретімен жасап шықтым. Пиязды осылай рет-ретімен қойып шықтым. Енді үстінен тұзымызды салып шығамыз. Дәм кіру үшін. Және де картопымызды осылай дізіп шықтым. Үстінен майонезімізді жағып шығамыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Үстіне фаршымызды салып, осылай жайып шықтым. Қатар-қатар рет-ретімен салып жатырмыз. Үстіне помидорымызды салдық, фольгамызды жауып, 180 градусқа пешке қойып қоямыз. Мінекей дайын, пісті. Пісейін деген уақытта біз сыр бетіне сеуіп шықтым. Мінекей осылай пісті. Ас болсын.